Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлім. Бүгін пончиктің жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен айранға қант салып, араластырып аламыз. Артынша жұмыртқа салып, тағы да араластырамыз. Татымына қарай тұз салып, күнбағыс майын құйып араластырамыз. Ас содасын салып, ұнның жартысын електен өткізіп саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп салған дұрыс, сонда пончиктеріміз көтеріліп піседі. Артынан ұнның қалған бөлігін саламыз. Қамырды өте жұмсақ қылып илейміз. Қамыр дайын болған соң 15 минутқа бетін жауып қоямыз. 15 минут өтті, қамырға ұн сеуіп жая берсек болады. Менде қамырдың қалыңдығы 6-7 мм. Бізге енді кесемен осындай сүттің қақпақ қажет болады. Біз илеген қамырдан 8-9 дана пончик шығады. Осылайша видеода көріп отырғандарыңыздай кесіп шығасыздар. Біздің пончиктарымыз дайын, енді майға қуырамыз. Қызып тұрған майға пончиктерімізді пісіретін боламыз. Майымыз тым аз болмауы қажет, пончиктердің бетінен асып тұруы тиіс. Осындай алтын түстес болғанға дейін пісіреміз. Пончиктеріміз осылайша көтеріліп, өте жұмсақ болып пісті. Ендігі кезекте пончиктің бетіне глазурь дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколад пен сары май қажет болады. Ең ақырын отқа қойып, осылайша үздіксіз араластырып тұрамыз. Шоколадыңыз қоңыр болатын болса, үстіне какао салып жіберсеңіз болады. Енді пончиктерімізді әсемдейтін боламыз. Ең алдымен шоколад жағып, артынан өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі етіп безендірсеңіз болады. Менде жаңғақ, шоколад, ұсақ конфеттер және де кокосовая стружка. Осымен біздің өте дәмді пончиктеріміз дайын болды. Толық нұсқасы описанияда жазылған. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.